Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сынып қазақ тілі пәні. 69-шы сабақ амоним дегеніміз не? Бұл сабақта балалар сөз мағынасымен жұмыс істеуді үйреніп, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап береміз. 19-шы жаттығу мәтінді тыңда. Спортпен арнайы шұғылданатын адамды спортшы деп атайды. Олар жеңімпаздарды анықтайтын жарыстарға қатысады. Басты жарыс Олимпиада ойындары. Қазақстан өзінің Олимпиада чемпиондарын мақтан етеді. Ал енді мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Суреттегі спортшылар спорттың қай түрінен жеңіске жетті? Балалар, суретке мұқият қараймыз. Бекзат Саттарханов және Бақтияр Артаев бокстан әлем чемпиондары, ал Ольга Шишегина кедергілермен жүгіру бойынша жеңіске жеткен спортшымыз. Тағы қандай Олимпиада жеңімпаздарын білесің дейді? Жақсылық Үшкемпіров, Серік Сәпиев, Данияр Елеусінов, Елдос Сметов және де тағы да басқа да көптеген Олимпиада жеңімпаздары бар, иә? 20-шы жаттығу жатқа жазып қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Түріп жең, күресте жең, талып қар, күре қар. Мұндағы жең сөздері, қар сөздері қарамен жазылған сөздер, иә? Жең дегеннің бірінші мағынасы киімнің жеңі, ал екінші мағынасы жеңіске жету. Қар сөзінің бірінші мағынасы қолдағы бұлшық ет, ал екінші мағынасы қар, ақша қар. 21-ші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Шақырады шымбұлақ, аппақ шың қызы, қуанбайтын кім бірақ, жарқыраса жұлдызы. Өлеңнің авторы Темірше Сарбайұлы. Шымбұлақ туралы не білесің? Энциклопедиядан шымбұлақ туралы біліп ал дейді. Шымбұлақ туралы энциклопедиядан алынған мәлімет. Шымбұлақ Алматы маңындағы Іле Алатау шатқалының 2510 метр биіктігінде орын тепкен тау шаңғылық курорты. Талғар асуының бөктеріндегі бұл спорттық кешен 1954 жылдан бастап тау шаңғысы спортшыларының сүйікті орнына айналған. Алғашқыда бұл кешен кеңес тау шаңғышыларының Олимпиадаға дайындық базасы ретінде құрылған. 22-ші жаттығу суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып сөйлем құрап жаз дейді. Балалар, мұндағы суретте, бірінші суретте бұл қой, екінші суретте ара, үшінші суретте мақтаның суреті бейнеленген. Ал енді осы сөздерді екі мағынада қолданып сөйлем құрап жазайық. Қой жүнінен жылы киім тоқиды. Сөмкеңді үстел үстіне қой. Бұл жерде бірінші сөйлемде қой жануар болып тұрса, ал екінші сөйлемде іс-әрекет болып тұр, иә? Келесі ара. Ара гүлден бал жинап жүр. Әкем отын аралап жүр. Бірінші сөйлемде ара бұл жәндік, ал екінші сөйлемде іс-әрекет болып тұр, иә? Келесі мақта сөзіне. Мақта жинау науқаны күзде басталады. Мұғалім жақсы жауап берген оқушыны мақтады. Бірінші сөйлемде мақта өсімдік болып тұр, ал екінші сөйлемде іс-әрекет болып тұр, иә? Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.